Саламатсыздар ма? 10-шы сынып геометрия пәні бойынша 2-ші тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмалары. 2-ші нұсқа. Бірінші есепте А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1 бірлік текшесі куб берілген. Енді А нұсқасы бойынша бізде сұрап тұрғаны А, С және В1, Д1 түзулері арасындағы бұрышты анықтаңыз дейді. Демек, А, С деген мынау және В1, Д1 дейтін мына жердегі. Енді біз осыны анықтайтын болсақ, енді мен мына жердегі бар ғой, АЦ дейтінді параллельно мына жерге көшірсем болады. Мына жерге көшірсем, мынау А1, В1, С1, Д1 дейтін бұл бізде квадрат. Олардың диагоналдарының қиылысуы 90 градус жасап қиылысатын еді. Демек, біз айта аламыз АЦ және АЦ В1 перпендикуляр деп. Немесе оны біз былай жазсақ та болатын еді. АЦ менен В1 Д1-дің арасындағы бұрыш дегеніміз ол 90 градусқа тең деп. Келесі, енді мен Б нұсқасы бойынша қарастырайын, мынаны кетірейін. В1 В1 ол мынау мінекей. В1 дейді мынау. Және В1 Д1 дейді. В1 Д1 мынау, В1 Д1 мынау ғой мінекей. Мынау, осының арасындағы бұрышты табу үшін мен В1 Д1-ге параллельно түзу жүргізсем, ол былай келеді. Ал В1 В-ға параллельно түзу жүргізсем, ол көшірсем былай барады ғой. Енді мына жердегі біздер не болды? Бұл бізде тағыда не шықты? Шаршы шықты. Демек, біз айта аламыз, бұл 90 градус жасап қиылысады деп, тік бұрыш қой енді мынау, мінекей. Сонда ол бізде айтамыз В1 ол перпендикуляр болады В1 Д1-ге деп. Немесе былай жазуға да болады. В1 арасындағы бұрыш В1 Д1 ол 90 градусқа тең. Келесі С нұсқасы. Мынаның барлығын өшірейін. А1 В1 А1 В1 ол бізде мынау мінекей. А1 В1 және Д1 Д1 мынау, Д1 мынау. Енді мен осыны мынаны параллельно мына жерге көшірсем, мына жердегі бұрышты табуым керек. Негізінде ол 90 градус еді ғой, мынау бізде 90 градус қой мына жерде, 90 градус. Бірақ бұл диагонал ғой, енді мынау квадраттың диагоналы ол 45 градус қиып тастайды. Мына жер 45, мына жер 45 болады. Онда біз айта аламыз А1 В1 арасындағы бұрыш Д және С1-дің арасындағы бұрыш ол бізде 45 градусқа тең деп. Келесі, екінші есеп. Бізде тағы да А, Б, С, Д, А1, В1, С1, Д1 дейтін қабырғасы бірге тең текше берілген В, С және С, В1 түзулерінің орналасуын анықтаңыз. ВС деген қайсы? ВС дейтін мынау мінекей. ВС мынау. Және В1, С1 мынау, Бұлар бізде не істейді? Қиылысады, бір жазықтықта жатыр. Демек, қиылысады. Келесі Б нұсқасы бойынша арасындағы бұрыш негізінде ол 90 градус еді. Ол диагонал, мынау шаршы, мынау негізінде, В, С, С1, В1 дейтін шаршы негізінде. Одан диагонал жүргізсек, ол қақ ортасынан өтеді, 45 қылып бөліп тастайды. Онда біз айта аламыз В, С және С1 арасындағы бұрыш 45 градусқа тең деп. Келесі, үшінші есеп. Үшінші есепте бізде жазықтықта жатпайтын С нүктеден көлбеу жүргізілген. С-ді көлбеу ұзындығы 12 сантиметр жазықтықпен 60 градус бұрыш жасайды дейді. Мен оның суретін салып алайын. Енді мен мінекей берілген жазып алдым. Мынау бізде 90 градус болып түседі, мінекей биіктігі. Енді мынау бізде С-ді дейтін көлбеу, оның ұзындығы 12-ге тең. Мынау 90 болса, бізде шешуі, мынау бізде үш бұрыш, СОД дейтін бізде тік бұрышты үш бұрыш болып тұр, тік бұрышты үш бұрыш. Мынау бізде сонда 30 градус болады, 30 градус. Демек, біз айта аламыз, теорема бойынша, 30 градусқа қарсы жатқан катет, 30 градусқа қарсы жатқан катет
гипотенузаның жартысына тең. Демек, осы жерде оды дегеніміз, сонда оды дегеніміз, бұл бізде 30 градусқа қарсы жатқан катет қой, оды. 30 мынау ғой. Соған қарсы жатқан 30. Ол оды, иә? Ол демек СД-ның жартысына тең, демек 2-ге бөлеміз. Сонда оды дегеніміз СД бізде 12 бөлінген 2-ге тең. Сонда ол бізде одының мәні 6-ға тең деген сөз. Бізде мына жер 6-ға тең болды. Енді бұл бізде тік бұрышты үш бұрыш қой. Енді біз СО-ны табатын болсақ, СО дегеніміз ол мына бізде гипотенуза, мына гипотенузаны квадраттап, мына одыны квадраттап азайтсақ, түбір астына алып, онда СО-ны табамыз. Демек, СД-ның квадраты азайтылған одының квадраты десек жеткілікті, иә? Сонда СД дегеніміз 12, 12-ның квадраты азайтылған 6-ның квадраты. Ол бізде 144 азайтылған 36. Түбір астында тең болады. Тең. 144-тен 36-ны азайтсақ 8, 13, 10 болады, иә? Сонда түбір астында 108 деген сөз. Түбір астында 108 дегеніміз, ол 4 көбейтілген 36 көбейтілген 3 деп алсам болады. Демек, 36-ға 3-ті көбейтсек 108 шығады, 36-тан 6 шығады, түбір астында 3 қалып кетеді. Демек, мынау бізде 6 түбір астында 3-ге тең деген сөз. Сонда жауабы одының ұзындығы бізде 6 сантиметр, ал СО-ның ұзындығы 6 түбір асты 3 сантиметрге тең болады екен. Ары қарай 4-ші есеп. Бізде жазықтықта жатпайтын нүктеден 2 көлбеу жүргізілген. Олардың біреуінің ұзындығы 16 сантиметр, осы жазықтықпен 30 градус бұрыш жасайды. Кіші көлбеудің ұзындығын табыңыз, егер оның жазықтықтағы проекциясы 6 сантиметр екені белгілі болса дейді. Олай болса, біз графигін салып алайық. Мен берілгенін жазып алдым, мінекей суретін салып алдым. Енді бізге мынаны ацыны табу керек. Біз ацыны білмейміз, иә? Бірақ оның көлбеудің проекциясы 6-ға тең екені белгілі. Мен А10-ны тауып алсам, тік бұрышты үш бұрыш ретінде қарастырып, мынаны гипотенуза деп тауып ала аламын. Ол үшін мен мынаны тауып алуым керек, иә? Ол үшін бізде мынау 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең дейтін бізде теорема бар еді, иә? Шешуі мынау бізде АОЦ дейтін тік бұрышты үш бұрыш. Теорема бойынша 30 градусқа қарсы жатқан катет, демек 30 градусқа қарсы жатқан катет ол мінекей АО ғой. Демек біз айта аламыз АО дегеніміз гипотенуза бізде мінекей АОВ мынау бізде АОВ болу керек. АОВ. Негізінде АОС да бізде тікбұрышты үшбұрыш, иә? Енді 30 градусқа қарсы жатқан катет ол мынау, иә, мінекей. Мынау бізде сонда гипотенузаның жартысына тең. Демек, АВ-ның жартысына тең деген сөз. Демек, АО дегеніміз АВ бөлінген 2, 16 бөлінген 2. Ол бізде АО-ның 8-ге тең екенін тауып алдық. Мынау бізде, сонда мына жер бізде 8-ге тең болды. Мынау бізде 8-ге тең. Енді, мынау бізде тік бұрышты үш бұрыш, қарастырайық енді мынаны. Олай болса, АО-ның астыны енді таба аламыз, иә? Сонда бізде екінші, енді бізде мына АОС, ол да бізде тік бұрышты үш бұрыш. Онда біз ацыны табу үшін мына екі катетін квадраттап қоса қоямыз, иә? Сонда АЦ дегеніміз түбір астында АО-ның квадраты қосылған ОЦ-ның квадратына тең. Сонда АО дегеніміз бізде 8, 8-дің квадраты қосылған осы деген 6, 6-ның квадраты. 8-дің квадраты 64, 6-ның квадраты 36. Екеуін қоссақ бізде 100-ге тең болады, иә? Түбір астында 100. Демек, одан бізде 10 шығады. Демек, мынау бізде 10-ға тең болды. Сонда жауабы
АС дегеніміз 10. Есептің барлығында сантиметр болғандықтан біз де сантиметр деп қоямыз, иә. Келесі. 5-ші есеп. Жазықтықтан 10 сантиметр тысқары жатқан F нүктесінен осы жазықтыққа FL және PM көлбеулері сәйкесінше 30 және 60 градус бұрышпен жүргізілген көлбеулер өзара тік бұрыш жасайды. LM кесіндісін ұзындығын табыңыз деген. Мен алдымен суретін салып алайын. Бізде енді осындай суретін салып алдым. Енді мына жерде қарасаңыздар, мынау бізде, мынау мінекей. Бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш, мынау, иә. Мынау тік бұрышты үшбұрыш. Демек, осы жерде шешуі бізде L, F, O. Ол тік бұрышты үшбұрыш болып тұр, иә. Осы жерден қарасаңыздар, теорема бойынша 30 градусқа қарсы жатқан катет деп, тағы да біз мына FL немесе LF-тің ұзындығын таба аламыз, иә. Теорема 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең деп, иә. Демек, бізде 30 градусқа қарсы жатқан катет мына 30-ға қарсы жатқан мынау ғой, мінекей, иә, FO. Демек, FO дегеніміз гипотенузаның жартысына тең. Демек, FL-дің жартысына тең деген сөз ғой. FL-ді бөлеміз 2-ге. Сонда FO дегеніміз 2-ге 10-ға тең, есептің шартында айтылған. Ол тең болады FL бөлінген 2. Немесе 2 10-ға көбейтеді 20 болады. Демек, бұл бізде FL-дің ұзындығы. Тастап жазсақ FL, ол бізде 20-ға тең деген сөз. Мынаны мен тауып алдым, бұл бізде 20-ға тең болды. Енді қарасаңыздар, осы жерден енді мен мынаны тауып алуым керек, мына үшбұрышпен жұмыс жасайын енді. Мынау бізде мына үшбұрыш. Мына үшбұрышпен жұмыс жасайын. Мынау және мынау және мынау. Бұл да бізде тік бұрышты үшбұрыш, иә. Онда F, O, M. Бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш. Осы мынау бізде F, M-ді табатын болсам, ол бізде не болып тұр? Гипотенуза болып тұр, иә. Гипотенуза болып тұр. Так. Немесе мен синустар теоремасымен тапсам болады, иә. 60 градусқа қарсы жатқан катет деп, синустар теоремасымен табатын болсам, онда былай табайын. Тек мына жерге жазайыншы мынаны мен. Синустар теоремасы бойынша 30 градусқа 60 градусқа, демек F10-ның, демек синустар теоремасы бойынша F10-ның синус 60 градусқа қатынасы тең болады FM-ның синус 90 градус қоя мына жер. 90 градусқа қатынасына. 90 градусқа. FO дейтін бізде 10-ға тең. 60 градуста синус түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең болады. Енді мына жерде FM ол бізде синус 90 градуста 1-ге тең. Мына жерде 2 барады да 10-ға көбейтіледі. Сонда 2 20 болады. Түбір асты 3 бөлінген FM бөлінген 1. Осы жерден FM-ның біз 20 бөлінген түбір асты 3-ге тең екен білеміз, иә. Жиырма бөлінген түбір асты 3 болады, өйткені түбір асты 3-ге 20-ны көбейтеміз. Түбір асты 3-ге FM-ді көбейтем, теңдіктің келесі жағында 1 болып тұрады. Сонда FM дегеніміз 20 бөлінген түбір асты 3. Түбір асты 3-ге тең болады. Немесе оны алымада бөлімде мен түбір асты 3-ті көбейтіп жіберейін. Сонда жоқ 20 бөлінген түбір асты 3 деп тұра берсін, иә. 20 бөлінген түбір асты 3. Мына жерді біз таптық. Ол 20 бөлінген түбір асты 3-ге тең болды. Так, дұрыс па есептегеніміз? Енді бізге мына тік бұрышты үшбұрышпен жұмыс жасайық, мінекей. Онда біз мынаны таптық. Мына FM-ның 20 бөлінген түбір асты 3-ге тең болғанын. Енді бізге айтады, есептің шартында бұлар дейтін мына проекциялар 90 градус жасап қиылысады деп тұр ғой. Демек, мына жер бізде 90 градус жасап қиылысады екен, міне. Мынау менен, мынау бізде 90 градус жасайды екен. Демек, 90 градус жасайтын болса, мына жерде мен тағы да былай түзіп жүргізсем, онда мынау бізде не болды? Тік бұрышты үшбұрыш шыққан жоқ па? Мінекей, былай, мынандай, және мынандай, және былай,
бізде тік бұрышты үшбұрыш шықты, қарасаңыздар. Онда біз тағы да F, L, M. Бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш болып болды. Олай болса біз мынау LM-ді табу үшін LM дегеніміз 2 катетін квадраттап түбір астына аламын, иә. Сонда 20-ның квадраты немесе түсінікті болу үшін F L-дің квадраты қосылған FM-ның квадраты түбір астында тең болады. Тең FL деген 20, 20-ның квадраты қосылған 20 бөлінген түбір асты 3-дің квадраты. Сонда 400 қосылған 400 немесе мына жерге жазайын, тең деп мына жерге сыймай қалатын түрі бар. Сонда 420-ның квадраты қосылған 20-ның квадраты тағы да 400, түбір асты 3-дің квадраты 3-ге тең. Бұл бізде түбір астында болады, иә. Сонда 3, мына жерде 12, оған 3 қоссақ 1600 болады, иә. Тең болады. 1600-ден түбір астынан 40 шығады, ал түбір астында 3 қалып кетеді, иә. Сонда бізде мына ұзындық 40 бөлінген түбір асты 3-ге тең болады екен. Сонда жауабы LM сыймай жатыр, жауабы LM 40 бөлінген түбір асты 3-ге тең болады екен. Келесі әрі қарай бізде 6-шы есеп. Есептің шартында ABCD квадрат жазықтығына диагоналдарының қиылысу нүктесі O арқылы KO 4 см-ге тең болатындай перпендикуляр тұрғызылған. Квадраттың қабырғалары 6 см-ге тең. Егер O нүктесі квадрат төбелерінен бірдей қашықтықта орналасқан болатын болса, төбелеріне дейінгі қашықтықты табыңыз деп тұр. Алдымен мен суретін салып алайын. Келесі бізде осындай ABCD квадрат берілген, барлық қабырғалары тең, KO-ның 4-ке тең екені айтылған. Енді бізге мына KV, KA-ның, KD-ның, KC-ның тең екені белгілі. Осыларды біз табуымыз керек. Бірақ білмейміз, нешеге тең екенін. Оны табу үшін мен былай қарай қазір былай диагоналды жүргізсем, онда ол мынау диагоналдың қақ ортасын теңдей қылып, биіктік қақ ортасына түседі, теңдей қылып бөледі. Демек, мен мына VD-ны табатын болсам, мына бізде тік бұрышты үшбұрыш. Мына AVCD деген. Шешуі бізде VCD деген ол тік бұрышты үшбұрыш. Енді тік бұрышты үшбұрышта мынау бізде не болып тұр? VD дейтін гипотенуза болып тұр. Демек, мен VD-ны табатын болсам, 2 катетін квадраттаймын. Демек, VC-ның квадраты қосылған CD-ның квадраты. Түбір астына алам. Сонда 6-ның квадраты қосылған 6-ның квадраты. Бұл бізде 36, 72 болады. Немесе түбір астынан 36 көбейтілген 2 десем 6, түбір астында 2 болады. Демек, мына VD дегеннің ұзындығы 6 түбір астында 2-ге тең болды. Енді мына VO менен OD тең ғой. Ол қақ ортасынан бөледі ғой. Демек, мен OD-ны табатын болсам, OD және VO тең. Ол VD-ның жартысына тең. Жартысына. Демек, сонда бізде ол VD дегеніміз 6 түбір астында 2 болып тұр. Оны 2-ге бөлсем, 3 түбір астында 2 болады. Демек, мына жер бізде, мынау бізде 3 түбір астында 2 болып тұр. Мынау да бізде 3 түбір астында 2 болып тұр. Енді қараңыздар, мына жерде бізде, мына үшбұрышты қараңыздар. Мынау, және мынау, және мынау. Осы үшбұрышты. Бұл да бізде тік бұрышты үшбұрыш, иә? Онда KOD ол бізде тік бұрышты үшбұрыш. Демек, мен KD-ны табатын болсам, ол бізде гипотенуза болып тұр, иә? KD дегеніміз
2 катеттерін квадраттап қосам. Демек, k-ның квадраты қосылған o-ның квадраты түбір астында. Демек, k-o дегеніміз 4, 4-дің квадраты қосылған o дегеніміз 3, түбір астында 2, соның квадраты. Демек, 4-дің квадраты 16, қосылған 3-дің квадраты 9, оған 2-ні көйтсем 27. Бұл бірақ түбір астында. Енді мынау бізде 30, 43 болады екен. 43 болады, 43 болады. Бұл да түбір астында. Демек, мынау бізде k-ның ұзындығы, ол түбір асты 43-ке тең болды. Мына жер бізде түбір асты 43. Демек, жауабын жазатын болсақ, жауабы k-д, және мына k-д мен мына k-ц, және мына kv, және ka барлығы тең. Демек, kv, және ka, және kс. Олар барлығы түбір астында 43-ке тең болады. Енді 43 бізде сантиметр болады, сантиметр болады екен. Бізде мынау түбір асты 43 болды. Мынау да бізде түбір астында 43 болады екен. Сонда біз есептің жауабын таптық. Енді бізде есептер аяқталды. Келесі кездескенше